Баршамызға сәлем достар. Бүгінгі тұшорымыз түсіңізде қасқыр көрсеңіз, оны қалай жору керектігін назарларыңызға ұсынамыз. Түс көруші кез келген адам ұйықтау кезінде бастан кешетін процестің, бұл ретте оқырмандардың назарына ислам бойынша түс жоруға сүйене отырып, түсіңізде қасқыр көру нені білдіретінін анықтап көрдік. Егер адам түсінде қасқырдың өзіне шабуыл жасап жатқанын көрсе, онда бұл оған жақын адамдарының қастық жасау мүмкін екендігінің белгісі. Түсінде қасқыр адамның қасында жақындап шабуыл жасап тістеп алса, бұл жағымсыз істердің белгісі. Кімде-кім түсінде қасқырдың өзіне шабуыл жасап жатқанын, алайда оны өлтіріп құтыла алмаса, адамның болмысындағы жағымсыз қасиеттерден арылуды білдіреді. Сондай-ақ алдағы уақытта оның өмірі әлде қайда жеңіл бола түсіп, тосын сыйлар күтуде. Адам түсінде қасқыр аулап жатқанын көру, оның бақыт пен қуанышты бөлейтінінің белгісі. Қасқырдың ер адамға шабуыл жасағанын көрсе, қызметіндегі өзгерістерді білдіреді. Үйленген адамның түсінде қасқырды көруі жұп арасындағы күйзелістің бар екендігін білдіреді. Тұрмыстағы әйел түсінде қасқыр көрсе, бұл оның жарының мінезі нашар екендігін білдіреді. Отбасылы әйел түсінде қасқырдың үйіне жасырын кіріп келе жатқанын көрсе, бұл оның туыстарының бірі мүлкін талан-таржыға салғысы келетінін көрсетеді. Түсінде қасқырдың әйелге шабуыл жасауы, оның қарыздарының жиналуы секілді қиын кезеңді бастан кешіп жүргенін аңдатады. Егер әйел адам түсінде қасқырдың өзіне шабуыл жасап жатқанын көрсе, бірақ оны өлтірсе, онда өміріндегі жағдайы жақсарады. Жүкті әйел түсінде қасқыр көрсе, ол жақын арада ұл бала дүниеге әкелетінінің белгісі. Аяғы ауыр әйел түсінде қасқырдан қорықса, әрі жыртқыш оған зиян тигізуге тырысса, бұл әйелдің денсаулығына байланысты мәселелері бар екендігін меңзеуі мүмкін.